Ая, тоти не істеп жатсыңдар? Арбуз жеп жатсыңдар ма? Арбузға жүгеріні қосып жеп жатсыңдар ма? Кукурузды қосып жеп жатсыңдар ма екеуі? Арбузбен араластырып жеп жатсыңдар ма, ая? Іштерің ауырады ғой қазір. Іштерің ауырады ғой. Араластырып жеуге болмайды ғой өйтіп. Ішіміз ауырмайды, бәрібір. Екеуің панос боласыңдар ғой, Олай жемейіндер. Біреусін жепті сағысыңдар ма уже арбуздың? Достар, мына екеуі деген прям екеуі араластырып жеп жатыр ғой. Қарсаңыздаршы, арбуз бен кукурузды екеуін араластырып жеп жатыр. Олай жеуге болмайды ғой, ая? Тоти? Бәрібір. Іштерің ауырса не істейміз қазір? Скорый шақырамыз ба онда? Доктор шақырамыз ба? Шақыра берейін ба докторды? Іштерің ауырады қазір сендердің. Жемеңдер болды. Тоти мен Аяла бар ғой, арбузға кукурузды араластырып жеп жатыр екеуі. Қазір көресің. Іштері ауырады ғой. Іштерің ауырады десе, тыңдамай жатыр ғой, екеуі бар ғой. Ая, Тоти? Екеуің әлі жеп жатсыңдар ма? Алихан, көркеш тағы екеуі жеп жатыр ма тағы да? Көркеш. Екеуі панос болса қазір. Доктор шақырамыз, скорый шақырамыз, Ого сандырамыз. Жемес. Жемеңдер болды, екеуің панос боласыңдар деп айттым ғой мен сендерге қазір. Скорый шақырамыз қазір, Точно скорый шақырамыз, екеуі панос болайын деп тұр ғой. Больницадан бірақ шығайын деп тұр ғой, екеуі араластырып жемеңдер дедім ғой мен сендерге. Тоти, Ая. Жемесеңдер іштен ауырады ғой. Ая, шын просто ауырды мүмкіден. Ой, ішім. Ау. Не болды сендерге? Не болды? Ана сендерге айттық қой, жемеңдер деп. Ал сендер болса тоқтамай жедіңдер ғой. Ішім ауырып жатыр дейсің ба? Кел енді мына жерге жатыңдар. Ая, Айшүне неқа қаш. Мына екеуі іші ауырып жатыр екен. Арбуз бен кукурузды араластырып жеген екеуін көрдік қой. Алихан, скорый шақыр енді, бұл тез. Бар телефонды әкел, звонда бұл тез. Іші қатты ауырып жатыр ма, ая? Тоти, сен кіші? Сенкі де қатты ауырып жатыр ма? Не істейміз енді екеуіңді? Ой, айтқанды тыңдамайсыңдар сендер ше? Алихан, звонда бол тез, 103-ке, звонда бол тез. Алло? Екеуі іштері панос бол, ақ кетпей тұрған кезде тез келсін, скорый. Алло, скорый, мына жақта екі адам іші ауырып жатыр, қатты. Тез келіңіз деп айт. Тез келші. Шыдандар енді, мақұл ма? Болды, давайте. Ол қазір келім деді. Қазір келсе онда шыдай тұрыңдар, мақұл ма? Қол сендер жемендер, сендер адам емессіңдер ғой. Тыңдамайсыңдар айтқанды. Әне енді іштерің ауырып жатыр. Әне іштерің ауырады енді. Сендерге бір көп жерден ішім. Айтыш жемендер деп. A few moments later. Шыдайсыңдар ма скорый келгенше? Кел скорый. Бар, көріп келші бар, жүгір. Келіп тұр міне. Кеп тұр ма? Не болып қалды? Ана іштер. Бала мен қызым ауырып жатыр. Тарбыз жеді ма? Тарбызбен. Тарбызбен көкөніс. Тарбыз беруге болмайды қазір. Тарбыздың бәрі дәрімен піскен, вообще болмайды, кәні балдар. Үйде кіріңізші тез, көріңізші. Көмегіңізді көрсетіңізші енді тез. Тарбыз вообще беруге болмайды. Тек жетсайдың дарбызын жеу керек, шардараның дарбызын жеуге болмайды. Шардараның дарбызы Ол жетсайдың шардаран келген қақтан біледі оны? Жетсайдың дарбызы ма, жетсайдың дарбызы ма деп, шардараның дарбыздары бәрі ішті ауыртуға дәрімен піскен. Шардараның дарбызы ғой, қан дарбызы көрейші мен бірінші. Қан дарбыз. Дарбыз не қыласыз оны? Сойып жеп қойдық қой біз уже. Оны да тексеру керексіз ба не? Оны да тексересіз ба сонда? Жоқ, арбузбен кукурузды араластырып жеген ғой екеуі. Шардараның дарбызы ғой ма, жетсайдың дарбызын жеу керек қой. Шардараның дарбызы ішті ауыртады. Ондай да бар ма еді? Кукурузбен араластырып жеді ма? Кукурузбен араластырып жеді. Жетсайдың кукурузын жеу керек, шардараның кукурузын. Ойбай, доктор, сіз уақыт алып жатсыз ғой, ертерек емдесеңізші енді екеуі. Іштері ауырып жатыр ғой. Іштері ауырып жатыр. Қарасаңшы, аунап жатыр екеуі. Ішің ауырып жатыр ма? Сен іштірту керек. Ішің ауырып жатыр ма?
тұту керек. Мен қазір дәрі беремін. Аха. Туалетке барады. Туалетке барады да бір так береді, одан кейін барып ішіп қояды. Екеуі де сондай ма? Шығару керек. Енді көмегіңізді көрсетсеңізші енді аға. Іштерің қатты ауырып отыр ма? Иә, қатты ауырып жатыр ғой, енді ойлай берсеңізші. Жетайындарыңызды қойды. Бірден бардың да, сен шыдай тұр енді. Ойбай, бірінші сол балаға көмектесесіз ау деймін. Қатты ауырып жатыр ғой. Аш аузыңда. Қатты ауырып жатыр. Не беріп жатсыз бұған? Іш өткізетін дәрі бұл. Іш өткізетін дәрі, и так та іші ауырып жатқан балаға іш өткізетін дәрі бергеніз. Ішіп өтеді, бар туалетке жүгір тез. Тез туалетке жүгір. Ішімізден жүгір туалетке. Ішіп қояды ауға, бұл тез. Аға, қалай емдейсіз сонда? Сұсқы ішіне бәрі шығару керек қой. Анау ішіне ауыртып жатыр. Анау. Так, сен көтерген туалет шыққанша. Ғашық бар ма үйде? Иә, бар ғой. Ғашық бар ма? Иә, бар ғой. Ішің қатты ауырып ма? Ғашыққа отыра бере ме, отпай ма ғашыққа? Отпайды ғой енді, дәу болған, дәу қыз ғой. 10 минут, 20 минут отырады, шыдай ала ма? Шыдайды ғой, иә, шыдайсың ба? Шыдайсың ба, точно ма, шыдайсың ба? Болды ма, ішін қойды ма? Қойды, ішін Ішін қойды ма, точно ма? Точно қойды ма? Ішін қойды ма? Көп іштің ба? Қанша нан іштің ба, нан жема? Нан іштің ба? Суын ағыздың ба? Кел, маған бердің сен. Укол салмайсыз ба енді? Тек қана дәрі бересіз ба сонда? Иә, іш өткізетін дәрі. Іш өткізетін дәрі? И так та Хилак форте деді, бар. іш ауырып жатқан адамға іш өткізетін дәрі бергеніз? Жақсы іші онда. Суын ағыз сасып кетті. Ойбай, аға, сіз қалай емдейсіз? Іш өткізетін дәрі, хилак форте деген. Аха. Ана шардаран дәрімізді дәрімен піскен, ішіне ауыртады. Бала, Тоти. Тоти. Ішін қойдың ма? Жейсің ба жүгермен? Жемесін, бұдан кейін бермен де жүгер. Жарайды. Тыңдамағанды өздерінен көрсін енді. Айтқанды тыңдамайсыңдар енді, іштерің ауырып. Базарға барасың ба, тек қана жетсайын дарымыздар. Аха. Славян мен Мырзан кеттің дарымыздар. Ондай үйтікте бөліне ма? Үйтікте бөлінеді ма не сонда? Шығапты. Сасып өткен жоқ па, суын ағыздың ба туалетте? Ішін қойдың ба? Болды. Бермеңдер бұраңа дарымызды. Ана қыз жеген жоқ па дары? Жоқ. Точно, берке бер. Жоқ, тиіспеңіз оған. Жоқ, тиіспей қойыңыз оған. Жеген жоқ па? Жоқ, жеген жоқ. Осы екеуі ғой. Ұмытпаңдар, жетсайындарымыздың жеңдер. Жетсайындарды сұрап жеңдер. Сіз ана назначение ештеңе бермейсіз ба? Бұлар қазір тағы да ауырса не істейміз сонда? Не шақырасыңдар? Қайта сіз шақыра береміз ба сонда, әуре қылып? Жеген жоқ па? Жоқ, жеген жоқ қой. Іштерің ауырып жатқан жоқ па сендердің ая? Іштерің қойдың ба? Тоти, іштерің ауырып жатқан жоқ па точно? Точно қойдың ба? Точно ауырып жатыр ма іштерің? Болды, қой қапты. Ішін бәрін босатып қой. Бірден босата салады екен да сіздердің дәрілеріңіз, иә? Саған берейін ба, сен де жүгіріп тұр. Ой, қойыңыз, керек емес. Давай, пока. Ала, Тоти, доктор кетті, шығарып салдым ше. Іштерің шынымен қойды ма? Ауырып жатқан жоқ па жаңағыдай? Ауырып жатқан жоқсыңдар ма? Точно ма? Алихан, сен жоқ деп қойсын, сен жеген де жоқсың ғой. Енді ондай жемеңдер, мақұл ма? Екеуін араластырып жемеңдер. Айшөне вообще түсінбей қапты ғой сендерге. Доктор жаман екен, е? Бір түрлі доктор ма? Дәрісін ауыздарыңа құйып жібере салды ғой.